Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода волейболға арналған допты кетін боламыз. Оған керекті матаңызды түс үйлесімділігіне қарай келтіріп алыңыз. 3 түсті матамызға 2 түрлі деталь сызатын боламыз. Менің қолымдағы детальдерді жоғарыдағы ссылкаға өтіп, немесе описанияда қалдыратын боламын. Тіпті болмаса плейлистте деталь сызу деген бөлімде тұратын болады. 3 түсті матамыздың екеуіне осы бірінші детальді, 3-ші матаға осы 2-ші деталь сызатын боламыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Және достар, тағы бір айта кететін нәрсе, дәл қазіргі менің қолданып жатқан маталардың реті, жұмсақ жиһаздарды қаптағаннан қалған қалдық маталар болғандықтан қисынын келтіріп пішетін боламыз. Таңдап алған 3 түсті матамыздың ең ашықтау түсін ортасына келтіретін болғандықтан, осы 2-ші деталімізді осы ашық түске пішетін боламыз. Мінекей, біздің деталіміз тігісімен бірге есептелген, сондықтан жиһаздан қалған матаның өзін тиімді пайдалану үшін қолымыздағы детальдерімізді жақын орналастырып, осы қаламмен бастырып сызып, әдемілеп қиып алатын боламыз. Мінекей 5 дана шықты. Тағы біреуін сызып алып, қазір барлығын әдемілеп қиып алатын боламыз. Мінекей, сонымен 2-ші деталімізде дайын болды. Енді 3-ші түске жаңағы 1-ші деталімізді қиятын боламыз. Сонымен біздің барлық детальдеріміз дайын болды. Осы ретте бірін-біріне әдемілеп қосып шығатын боламыз. Бұл доп ойнайтын, тебетін, лақтыратын болғандықтан, ертеңгі күні шашылып қалмайтындай, әр тігістің бас аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыз. Мінекей, 1-ші деталімізді бас аяғын бекітіп, асықпай бірге қосып шығайық. Мінекей. Енді осыған 2-ші жаңағы бирюзовый цветті қосатын боламыз. Мінекей. Дәл осылай 3-3-тен қосылған 6 деталь шығатын болады. Видеоға мұқият болыңыздар. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді комментарийда қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей, барлығын қосып алдық. Енді тігістердің ортасын қақ жарып, барлығын бір үтіктеп аламыз. Мінекей, дайын болған 6 деталімізді енді өзара былай қосып шығатын боламыз. Мұқият болыңыздар видеоға. Осы 3 түстен топтасқан 6 деталімізді өзара қосқан кезде, өзара қосып тігетін тігістердің бас аяғынан 5 мм-ден қалтырып, бекітіп тігіп отырамыз.
Сонымен мінекей добымыздың пішіні шығып қалды. Соңғы тігісіміз қалды. Мінекей екі жақ басын қайтарып әдемілеп тігеміз де ортасын қалдырамыз. Кейін сол жерден ішін сыртына қарай айландырып, сол тесіктен жаңағы синтепонымызды толтыратын боламыз. Әр қосып отырған тігісімізді мұқият тіксеңіздер, доп өзінің пішінін топ-томалақ болып шығатын болады. Сонымен достар, бұл доп, аты доп, заты доп болғанымен, бұл ұшпайды. Бұны фитнесте күш, икемділік және үйлестіру жаттығулары үшін пайдалануға болады. Оларды лақтыру, қағып алу, кері секіру және басқа да әрекеттерді қоса алғанда әртүрлі жаттығуларды орындау үшін пайдалануға болады. Жалпы алғанда матадан жасалған осындай доптар әртүрлі салаларда қызметте қолдануға болатын жан-жақты және көп функционалды спорттық жабдық болып табылады. Мінекей сонымен ішін сыртына аудардық. Енді әдемілеп пішінін келтіре отырып синтепонмен толтырамыз. Және тағы бір айта кететін нәрсе, үйде жаңа ғана тәй-тәй басып келе жатқан балаларға өте күшті. Қатты тимейді, өте жеңіл, жұмсақ, және той бастарларда ұсынсаңыз өте әдемі кетеді. Мінекей осы жаңағы синтепон толтырған тесігімізді осылай қолмен әдемілеп біріктіріп шығамыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізбен комментарийда бөлісе отырыңыздар. Сонымен менің добым дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.